Ислам порталы ұсынады. Мен діншіл адам ретінде бұны өзімде сақтағым келеді. Кез келген сәтте өлімге дайын болғым келеді. Бұл мен де, сіз де қалайтын жайт. Неге? Өйткені бұл өмір мүлде сенімсіз. Мен алысты көргім келеді. Өзімнің өлімімді алдын ала білгім келеді. Менің ажалым жанымды алмас бұрын өзінің жақындап қалғанын маған ескертуін қалаймын. Бауырларым менің, сіздердің көздеріңізді жеткізгім келеді. Сіздер ең қарапайым адамдар болуыңыз мүмкін. Егер сіздің Аллахпен қарым-қатынасыңыз дұрыс болса, егер сіз шынымен де тәубаңызға келсеңіз, Аллах ажалыңыздың жақындап қалғанын сізге жаныңыз шықпас бұрын білдіртеді. Мен сіздерге Лондонның солтүстігінде 1 жыл бұрын орын алған оқиға туралы айтып берейін. Шерзат есімді ағамыз, 89 жастағы қарт адам, өзінің жанұясына телефон соқты. Жалпы ол бөлек тұратын еді. Сонымен ол туғандарына телефон соғып, былай деді: жаңа ғана менің үйіме есік қақпай бір адам кірді. Ол өзінің өлім періштесі екендігін айтты. Және де ол менен, бұл өмірден өтпей тұрып нені қалайсың деп сұрады. Мен оған дәрет алып, 2 рәкат намаз оқығым келетінін айттым. Дәрет алып, 2 рәкат намаз оқымақ болдым. Сонымен бұл адам дәрет алады, 2 рәкат намаз оқиды, сәлем береді. Содан кейін бағанағы адамды таба алмай қалады. Таң қалады, өйткені ол үйден біреудің шыққанын естімеп еді. Бұл сөздерді естіген жанұясы, туғандары оның есі ауысқан екен деп ойлайды. Олар оны өз үйлеріне алып кетеді. Тура 3 күннен соң ол жан тәсілім етеді. Дәл 3 күннен кейін әлгі адам дүниеден озады. Субханалла, бұл жалғыз ғана оқиға емес. Ол адам нағыз қарапайым адам болған. Ол ғалым да емес, алим да емес. Бұл оқиға Англияда болған. Дәл қайда болғаны есімде емес. Кент қаласында немесе Кент ауданының бір жерінде. Ол жерде мешіт болған. Мауляна Абдул Вахид өткен Рамазанда дүниеден қайтқан еді. Ол да өлерінен бұрын бұл өмірден кететінін білген болатын. Және ол жанұясына айтқан болатын. Ол өз бауырларына, сол кезде ол иктикафта болған әрі жай болмай тұрып еді. Сонымен ол өз бауырларына былай деді: мені төсекке апарыңдар, менің жайым болмай тұр. Ол білді. Тағы да солтүстік Лондондағы бір бауырымыз өзінің шейх болған әкесі туралы айтып еді. Ол тура өзінің өлетін күні Бангладештегі мешітке жұма намазға барған. Бұл бауырымды мен көп жыл бойына білемін, және де оның айтқан сөздеріне титтей де болса күмәнім жоқ. Бұл адам әр жылы иктикафты менімен бірге өткізетін еді. Мен оған бағанағы оқиғаларды айтқанымда, ол маған өзінің әкесі туралы айтты. Оның әкесі мешітке барғанда адамдарға былай деген: о адамдар, егерде мен біреулеріңді ренжітсем, кешірім өтінем. Өйткені бұл менің өмірімнің соңғы күні. Адамдар бұны алжасқан ба деп ойлап қалады. Одан кейін ол зиратқа барып, мені дәл мына қабірге жерлеңдер деген. Содан соң ол үйіне барып, оны айналып шығып, жерлерін қарап шығып, былай деді: өз жерімді ақырғы рет көріп тұрмын. Сол түні ол бақилық болған екен. Мауляна Саид Ахмад хан, мүмкін біреулеріңіз ол туралы естіген шығарсыздар. Бұл расымен де Аллахтың уәлиі еді. Білесіздер ме, мен өзіме тура осындай өлім қалар едім. Бизнилля, мен Аллахтан тура осындай не одан да жақсы өлім тілер едім. Сіздерде солай сезінулеріңіз қажет. Солихин, тақуа адамдардың игі өлімдері туралы естігенде, біз сондай не одан да жақсы өлімге талпынуымыз керек. Мауляна Саид Ахмад хан өмірден 1999 жылы қайтты. Сіздер білесіздер, қашан және қай жерде ажалының келген. Ол Рамазан айында қайтыс болды. Айдың ақырғы 10 күнінде дүние салды. Ол Рамазан айының 27-ші түні бақилық болды. Субханалла. Ол нұрлы Мединеде дүниеден өтті. Ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мешітінде жан тәсілім етті. Ол тахаджуд намазында көз жұмды. Сәждеде жатып жан тапсырды.
Аллахтың бұл вәлиі Ән-Нәбәуи мешітінде тахаджуд намазының сәждесінде жатып қайтыс болды. Субханалла, сіздер тіпті де елестете алмайсыздар оның қандай игілікті түрде Аллахқа кеткенін. Алла діндарларға сый береді. Сенім білдіргендерге осындай өлім береді. Неліктен? Ол өз болмысымен үлкен белгі көрсетеді. Өлер алдында ол былай айтты: мен өлгеннен кейін мені Джаннатул Бақиға жерлеңдер. Бірақ біліп қойыңдар, адамдар алдымен мені ол жерге жерлеуге қарсы болады, алайда соңында келіседі. Бұны ол өлерінен бұрын айтқан. Олар оны таң намазына шақырған еді. Бірақ ол тахаджуд намазында бұл фәни дүниеден өтіп кеткен болатын. Олар оны тұрғызып, жуындырып, содан соң Джаннатул Бақиға жерлемек болады. Бірақ Сауд Араб елінің өкіметі: кім? Қайда? Не? Джаннатул Бақиға? Жоқ, ол онда жерлене алмайды. Басқа жерге алып кетіңдер деген. Оларға көнбей көрдік, бірақ олар айтқанынан қайтпады. Мединенің басқа зиратының жолында жаназа намазы шығарылып жатқан. Дәл сол кезде Сауд Араб елінің министрі өтіп бара жатып, қайтыс болған адам туралы білгісі келді. Олар: бұл Саид Ахмад хан деп жауап берді. Ол таң қалды. Мауляна, сол ма? Шейх? Содан кейін айтты: ол бұл жерде жерленбейді. Ол Бақиға жерленеді. Солай министр жерлеу легін қарама-қарсы жаққа бұрды да шейхті Джаннатул Бақиға жерледік. Сонымен, қымбатты бауырлар, субханалла, менің өлім уақытым келгенде, менің ажалым маған таяған шақта, менің қаларым оны құшақ жайып күтіп алсам еді. Мен өлімнен қашуға ниетте емеспін. Сіздердің біреулеріңіздің де одан қашқанын қаламаймын. Шынын айтқанда, егер мен өлімге дайын болсам, егер Аллахқа бас июші болсам, егер мен ылғи тәубама келіп отырсам, егер мен өзіме адал болсам, егер мен ізгі істер жасасам, егер мен намаздарымды оқысам, егер мен мінезімді жақсартсам, егер мен жақындарыммен жақсы қарым-қатынасымды сақтасам, егер мен қателік жасап, соным үшін адамдардан кешірім сұрасам, егер мен жүрегімді тазалап отырсам, егер адамдардан алғанымды түгелдей қайтарып отырсам, өз жанұяммен, өз достарыммен, мені қоршағандармен жақсы болсам, өмірдің барлық көрінісінде, Аллах маған сыйлаған өмірімнің барлық өрісінде, неге мен келешек өмірден қорқуым керек? Жауап беріңізші. Неге? Мен өлімді сүйемін, сүйетін боламын да. Не үшін? Өйткені ол бізді Аллахқа апарады. Міне сол үшін. Міне біз осылай деп жауап беруіміз қажет. Аллах субхана ва тағала Құранда былай дейді: расында, Раббымыз Алла деп сосын мықты тұрғандар. Оларға періштелер түседі де, қорықпаңдар, кейімеңдер. Сендерге уәде етілген жәннат арқылы қуанышқа бөленіңдер, дейді. Қасиетті Құран 41 сүре 30 аят.